Barchаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дрожжыз шелпек пісіреміз. Егер де менің шелпек пісіруді рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қамырын илеу үшін 2 ас қасық майонез керек, сода керек, тұз керек, ұн керек және 200 грамм айран керек жылы. Осылардың бәрін құйып, қамыр илеміз. Тұз сабалам бірінші. 200 грамм жылы айранды құям. Жылы айранымызға 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да. Содамызды саламыз. Сода араласып болғаннан кейін айранымыз шамалы көпірейді, сосын ұнымызды сала бастаймыз. Ұн салып болған соң қасықтың көмегімен жайлап араластырамыз. Сосын қолымызбен жақсылап илейміз. Қамырымды қолмен илеп қойдым. Енді бір 15-20 минутқа тұру керек. Бір 20 минуттан кейін осындай кіші домалақтарға домалақтап аламыз. Сөйтіп жайып, шелпектің көлемінде қылып, пышақпен шамалы тіліп жіберемін. Шелпектерімізді ыстық сабада қызып тұрған майға салып, қуырып аламыз. Екінші бетін айналдырып. Достар, шелпегіміз дайын болды. Жұма мүбәрәк болсын. Егер де мен шелпек пісірудегі рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.